Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Диснейдің мультфильмдерін көрмеген 21 ғасырда балалар жоқ шығар. Соның арасында Дисней ханшайымдары сұмдық танымалдыққа ие. Әрбіреуінің махаббат оқиғасы мен бейнесі сізбен бізге таныс. Бірақ сіз білесіз бе? Бұл ханшайымдар әр елдің ертегілері мен аңыздарынан алынған. Бірақ бір қызығы, бұл ертегілердің алғашқы нұсқасы балалар көрмек түгілі ересек адамдардың өзін қорқытып тастайды. Бүгін біз осы ханшайымдардың шынайы әрі алғашқы нұсқасын айтатын боламыз. Ал дайын болсаңыздар, видеоны бастайық. Алғашқы ертегі қызыл шашты супері Ариэль. Бұл ертегінің алғашқы нұсқасын Сан Андрес жазған 1837 жылы. Бірақ бұл шығарма сізбен біздің білетіндей емес. Ол ертегіде барлық суперлерінде рухы болмайды. Олар өлгенде теңіздің құмы болып жоқ болып кетеді екен. Олардың түсінігінде рухы бар пері дүниеге қайта келеді. Не болмаса жұмақ, не болмаса тозаққа кетеді екен. Осыдан қорыққан Ариэль деген супері әжесінен мен қалай рухқа ие болсам екен деп сұрайды. Сонда әжесі, сен адамға тұрмысқа шығуың керек дейді. Сол адамның рухын жартысын алсаң сен келесі өмірге барасың дейді екен. Осылай бір күні Ариэль су жағасында таста отырған кезінде сол елдің ханзадасына жолығып қалады. Және Ариэль оған ғашық болып қалады екен. Содан Ариэль адамға айналғысы келеді екен. Сөйтіп ол шайтанға барады. Ал біздің көрген мультфильмде Ариэль мыстан кемпірге барады. Бірақ бұл нұсқада шайтан деп жазыпты. Осылай ол шайтанмен саудаласады. Ариэль адам секілді аяққа ие болады. Бірақ оның даусы мүлдем шықпайтын болып қалады. Және оның аяғы өте қатты ұзақ уақытқа ауыратын болады. Осылай Ариэль жағаға шығады. Ханзада жағада жаңа туған сәбидей аяғын баса алмай жатқан, тұра алмай жатқан бір сұлу қызды көреді. Ханзада қызға бірден ғашық болады. Бірақ қыз сөйлей алмайтын және жүре алмайтын. Бірақ ең өкініштісі, Ханзада патша болу үшін тек ханшайыммен үйлену керек екен. Сондықтан ол патша болу үшін ханшайыммен үйленеді де Ариэльді тастап кетеді. Сол кездерде Ариэльдің уақыты таяп қалған еді. Бірақ Ариэльдің бауырлары шайтанға барып өз өмірлерін сатады. Осылайша олар бір пышақ алады. Ол пышақпен Ханзаданы өлтіріп, Ханзаданың қанын Ариэль аяғына жағатын болса, Ариэль қайта суперге айналады. Осылайша қалыпты өмірін жалғастырады екен. Бұл ертегіде былай жазылған: адамдар суперлерден қарағанда көбірек өмір сүретін болған. Олардың жаны болғандықтан олар о дүниеге баратын болған. Бірақ суперлерінде ондай қабілет болмағандықтан олар өлгеннен кейін тура жоқ болып кететін. Осылай Ариэльдің бауырлары Ариэльге өздерінің өмірмен ауыстырған пышақты әкеп береді. Бірақ Ариэль Ханзаданы сүйетіндіктен пышақтан бас тартады да өз-өзіне қол жұмсап өледі екен. Еш мәнсіз, еш қызықсыз, мұңлы, қайғылы өлім. Ойлап қараңызшы, осы ертегіні қазір балалар көріп жүр ғой. Келесі ертегі Аврора, ұйқыдағы ару. Бұл ертегі өте сұмдық достар. Мультфильмдегідей махаббат және әдемі көріністер жоқ мұнда. Бұл өте сұмдық достар, бұның балалар мүлдем естуге болмайды. Бұл ертегіні тіпті үлкендердің өзіне есту біртүрлі. Бұл ертегінің алғашқы нұсқасын 1677 жылы Жан Батист деген жазушы жазған екен. Біз білетін ертегіге мына ертегінің тек бір тұсы ғана сәйкеседі. Ол қыздың туғаннан бастап қарғысқа ұшырағаны. Бұл ертегінің алғашқы атауы ұйқыдағы ару емес, күн мен ай және Талия. Біз білетін Авронаның шын аты Талия болған екен. Ертегідегідей Талия қарғысқа ұшырағандықтан 16 жасында инеге қолын қанатып алады да ұйқыға кетеді. Осы тұстан бастап ертегі мүлдем басқа болып кетеді. Талия ес-түссіз жатқан кезінде сарай жұмысшылары Талияны табытқа салып қояды. Сол кезде патша кіріп келіп, табытта жатқан қызды жүкті қылып қояды екен. Осылай 9 ай бойы ұйықтап жатқан Талия
ұйықтап жатқан кезінде толғағы басталады. Осылай Талия дүниеге 2 егіз бала әкеледі. Біреуі қыз, біреуі ұл. Бірақ Талия әлі ұйықтап жатыр. Жаңа туған сәбилерге ана сүтінен басқа ештеңе ас болмайтыны белгілі. Сондықтан жұмысшылар балалар жылап жатқан кезінде ұйықтап жатқан анасына емізбекші болған. Осылай балаларды емізге жатқан кезінде балалар анасын емес, анасының ине кірген қолын еміп қояды. Сол кезде Талия оянып кетеді екен. Осылай Талия өз балаларын өз құшағына алады, бірақ бұл баланың қалай дүниеге келгенін, оны қашан деп қойғанын білмейді. Осылай ел арасына ұйқыдағы ханшайым оянды деген сөз тарай бастайды. Бұны естіген патша сарайға келеді екен. Патша сарайға келсе, Талия егіз баланы дүниеге әкеліпті. Бұны көрген патша қатты қуанады, және ол Талияға көңіл бөле бастайды. Патшада бір әйелімен және де көптеген тоқалдары болған, және көптеген ересек және кішкене балалары болған. Бірақ соған қарамастан ол Талияны енді бір әйел қылып алады. Патшаның әйелі патшаның Талияға көңіл бөле бастағанын қызғана бастайды, және бұны көре алмайды. Сондықтан патшайым өзінің нөкерлеріне Талияның балаларын ұрлап әкелуді тапсырады, және сол балалардың етінен патшаға тамақ дайындап беруін бұйырады. Бұндай қатыгездікке бара алмаған қызметкерлер баланың етінің орнына қозының етін қосады. Осылай қозының етінен тамақ пісіріп қояды, ал балаларды тығып қояды екен. Сол тамақты шынымен баланың етінен жасалды деп сеніп отырған патшайым қатты қуанады. Патша сол тамақты жеп отырған кезде, бірақ ол бұған қанағаттанбайды. Ол Талияны ұрлап әкелуін тағы сұрайды, және оны тірідей өртемекші болады. Осылай Талияны ағашқа байлап өртеге жатқан кезінде патша кездейсоқ кіріп келеді екен. Сол кезде бұл көріністі көрген патша патшайымның өзін тірідей өртейді де Талиямен және егіз баласымен бақытты өмір кешеді екен. Достар, мен сіздерге бұл ертегінің негізгі жерлерін айтып бердім. Әйтпесе бұл ертегі тым ұзақ болады. Оның арасында әлі өте көп сұмдық нәрселер болған еді, бірақ мен оларды айтпадым. Өте сұмдық енді. Ойлаңызшы, бұл қандай ертегі? Дисней неге осындай ертегіден ой алып анимация жасаған? Ойлап қараңызшы. Жалпы Дисней осындай ертегілердің көбісін біз көріп жүрген ертегілерге айналдырып жіберген. Бұндай ертегілерді анимацияға айландырған оқиға өте көп, және біз көріп жүрген мультфильмдердің шынайы тарихын естісеңіз, жағаңызды ұстайсыз. Әлі көптеген анимациялар мен көптеген ертегілерді білемін, бірақ бүгінгі видеоға осы да жетеді. Ал егер сіз дәл осы видеоның жалғасын көргіңіз келсе, міндетті түрде осы видеоға 100 лайк толтырып тастайтын боламыз. Яғни айтқанда, алтын қолдарыңызбен лайк басуды ұмытпаймыз. Және міндетті түрде арнаға тіркеліп қойыңыз. Және Дисней мультфильмдері жайлы өз ой пікіріңізді міндетті түрде комментарийге қалдырып кетіңіз.